Саламатсыздар ма? Промет клиникасының оқырмандары. Менің есімім Жүніс Нұртас Бақытұлы, Шымкент қаласының тумасы боламын. Өзімнің дәрігерлік міндетімді Қарағанды медициналық академиясынан бастадым. 7 жылдық оқуымды бітіріп, осы Оңтүстік Қазақстан медициналық академиясында медицинский реабилитология мамандығын бітірдім. Жұмыстық өтілім 5 жыл Шымкент қаласының 7-ші емханасында жұмысымды бастап, ары қарай жеке Шымфарм деген клиникасында жұмыс істеп, өзімнің қазір 2023-тен бері жұмыс істеп келе жатқан Промет клиникасында дәрігер-реабилитолог қызметін атқарамын. Дәрігер болуыма бірден бір септігін тигізген ол мектептің қабырғасы болды. Өткені 8-ші сыныпта менде биология пәнінде адам анатомиясы тарауында менде қызығушылық өте қатты артты. Соған сәйкес менің өзімнің мақсатым сол мектеп қабырғасына құрылып, дәрігер боламын деген нақты шешім шықты. Дәрігер болу оңай емес екенін барлығы түсіндіріп айтты, туыстарым да, үйдегілерім де, бірақ маған осы жұмыс ұнады, шыны керек. Сондықтан мен дәрігер болуымды сол 8-ші сыныпта былайша айтқанда шешіліп қойған екен. Дәрігерлік міндетімді атқармай жатып, мен біріншіден больницаларда санитар болып жұмысқа тұрдым. Облыстық медициналық ауруханасында, инсультный отделениясында әлі де есімде санитар болып 2 жыл жұмысын атқардым. Ол жерде науқасты бағанағы пол жуу ғана емес, тазалықты ғана емес, науқаспен жылы қарым-қатынас құра білу системасын барлығын түсіндім. Науқасқа деген жанашырлықты таныту, ашық сөйлесу, науқастың шағымдарын толыққанды өзімнің ауруым есебінде қарастыру, барлық жанашырлық, осы коммуникация дағдыларын мен толыққанды түсіндім. Кейіннен медбрат қызметін 1 жыл аяқтап, дәрігерлік сертификатымды алып, осы Шымкент қаласының қалалық 7-ші емханасында дәрігерлік қызметінде атқардым 2 жыл бойы. Кейіннен 2023 жылдан бастап Промет клиникасында дәрігер-реабилитолог қызметін атқарып отырмын. Біздің дәрігерлеріміздің қабылдауының ерекшелігі заманға сәйкес жасалады. Барлық науқастың бетпе-бет сөйлесуін арттырып, барынша шағымын тыңдап, науқасты басында сөзге иелігін арттырамыз. Шағымдардың барлығын жинай келе, біз ары қарай нейроортопедиялық диагностикадан өткіземіз. Науқасымызды жатқызып, өзіміздің қолмен барынша пальпация жасаймыз, перкуссия жасаймыз, және де әртүрлі сол шағымға сәйкес біз симптомдарды анықтаймыз. Сол симптомдарды анықтай біле келе, біз дифференциальный диагностиканың, яғни 50% диагностиканың біз қорытындысы шығады. Ары қарай бізге қосымша зерттеулер және де МРТ, рентген немесе басқа маманның консультациясы бізге 100% диагностикаға әсер етеді. Науқасқа деген жеке қарым-қатынасым, мен әрбір науқасты өзімнің туысым ретінде, жақыным ретінде қабылдаймын. Барлық шағымын тыңдауға тырысамын. Бірінші келгеннен бастап науқасты басқа маманға немесе зерттеу тәсілдеріне жібермеймін. Бірінші науқастың сөйлеуіне мән беремін, ол кісінің іштей жан дүниесінің тыныштығына мән беремін, және де жұмысының мамандығына мән беремін. Бұның барлығы әрине менің ем-дом жасау кезінде маңызды рөл атқарады. Академия қабырғасында біздің оқытушыларымыз өте осы қарым-қатынасты құру мәнісіне келген кезде маңызды рөл деп санайтын. Өйткені науқастың бізге деген айтылған шағымдардың барлығы ертең емдеу жоспарын құруда өте маңызды рөл атқарады. Сондықтан мен барлық науқасымды мен толыққанды қабылдап көруім міндеттеймін. Ол кісілердің күнделікті маған жолығуын ем барысында талап етемін. Әрбір өзгеріс, яғни әрбір күннің лечениясынан өзгеріс пайда болса, оның барлығын мен өзімнің күнделігіме жазып отырамын. Көп қойылатын сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ ол грыжа емделе ма деген сұрақ қой. Грыжа емделмейді деп көбісі айтады, ол миф. Ал шыны керек, любой грыжаны емдеуге болады, және де операциясыз, ауырсынсыз. Оған заманауи аппараттардың көмегі өте үлкен. Және де көп қойылатын сұрақ артроз дейді ғой. Тізенің артрозы кезінде операция жасау міндетті ме деген сияқты. Барлық аурулардың бастапқы кезеңінде операция қарсы көрсеткіш болып табылады. Барынша ем-дом жасап, физиотерапия немесе ЛФК жаттығуларын жасап, мануальный терапия, массаж сияқты
ем-дом жасап болған соң ешқандай нәтиже бермегендіктен ғана операцияға келісім жасауға болады. Үшінші сұрақ ол негізгі сұрақ десек те болады, өйткені бізге көп пациенттердің барлығы қояды, ол гарантия денсаулығына бересіз ба деген сияқты. Біз ешқандай гарантия бере алмаймыз, өйткені адамның денсаулығы темір емес, біз оған СТО-дағыдай жұмыс жасамаймыз, біз дәрігерміз, біз тірі ағзамыз, әрбір манипуляцияның барлығы біздің емімізге шынайы мықты әсер етеді. Сондықтан біз гарантия бермейміз. Дәрігер ретінде біз тек болжам жасай аламыз. Яғни сіз мына процедураны қабылдасаңыз, немесе мына жаттығуды жасасаңыз, 2 немесе 3 күннен кейін тәуір боласыз, немесе осы физиолечениені қабылдасаңыз, қазір біршама жақсару керексіз деген сияқты болжамдарды құрамыз. Сол сияқты гарантия сұрайтын науқастарға айтарым, біз өзіміздің денсаулығымызға өзіміз жауаптымыз.